Жалпы кейбір ер азаматтар мен әйелімді ұрып-ұрсып тәрбиелеймін дейді. Әйел менен қорқады, содан менің айтқаным барлығын жасайды деп ойлайды. Және солай мақтанып та жүреді достарына. Енді осы жерде мен айтатын едім сіздерге, ер азаматтар, әйелдерді ұрып сіз тәрбиелей алмайсыз. Керісінше әйелді сіз өзіңізден алыстатып жатсыз, суытып жатсыз, қарым-қатынас бұзылып жатыр. Ал енді керісінше сіз әйеліңізге внимание бөліп, жылы сөзіңізді айтып, шынайы махаббатыңызды білдіретін болсаңыз, онда әйел тек қана сіздің жағдайыңызды емес, сіздің бүкіл үрім-бұтағыңыздың жағдайын қуанып, жүгіріп жүріп жасайтын болады. Себебі әйел адам нәзік адам, әйел адам сезімнің адамы. Біз сезімді жақсы көреміз, сезімді ашық білдіргенді жақсы көреміз. Сондықтан ер азаматтар, әйелдеріңізден, жұбайларыңыздан жылы сөздеріңізді аямай айтып жүріңіздер және арасында сыйлық жасап жүріңіздер. Сол кезде сіздің әйелдеріңіз сіздерді құрметтейтін болады. Сіздермен болған Гүлзира ханым, психолог, психосоматолог, Астанадан.